Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыздар. Балалар, көңіл күйлерің қандай? Жақсы. Жақсы болса онда балалар, мен сендерге бір ойынды көрсеткім келіп тұр. Бұл ойынның аты қан талапай шыр ойыны деп аталады. Шыр ойыны дегеніміз, балалар, біздің алдымызда төрт бұрышты жатыр, иә? Төрт бұрыштың ортасында шеңбер жатыр. Көрдіңдер ма? Сол шеңберге тізілген асықтарды ату арқылы біз өзімізге ұпай жинаймыз. Қанекей, қазір мен асықты шашам сендерге, иә, балалар? Сол кезде асықты өзімізге алып жинап аламыз, иә? Қанекей, қазір мен сендерге көрсетемін, әуелі. Асықтар бар, енді неше түрлі асықтар бар. Қазір сол асықтардың ішінен сендер өздеріңнің қандарыңды тауып аласыңдар. Сол қандар арқылы біз түсімізге байланысты алдымызға қоямыз. Мысалы, Аяруда көк түс бар, Мүслимада қызыл түс бар, Самарқанда жасыл түс, кімде Аңсағанда сары түс бар. Қанекей. Шаштым ал. Олай емес, балдар, қараңдар. Жаңа басқа түс бар, асықты қаяқта. Міне, сарыны бізде Аңсаған алды. Көк түсті біздің алдымызда кімде? Аяруда. Ал сенде Самарқан жасыл түс бар. Қанекей, балалар, мына асықты шеңбер арқылы дізіп қоямыз. Қанекей, қойыңдар шеңбер. Мына асықты шеңбер арқылы дізейік. Мына шеңбердің бойына діземіз, балалар. Қанекей, Аңсаған дізсеш? Қанекей. Бүйтіп дізеңдер. Қанекей. Жігіттер, тездетеміз. Бастай қой. Қаттырақ атамыз, Самарқан. Қаттырақ ұшып жібереміз. Аңсаған сен ата қой. Қатты жібербейді. Қатты. Ой, жарайсың. Аңсаған неше асыға ұшырды? Қараңыз, неше мынау? Біреу, дұрыс. Аңсағанда бір ұпай бар. Енді Аяру сен ұшыра ғой. Ал, Қанекей, Аяруда да бір ұпай, иә? Енді Мүслиманы көрейік. Мүслимада қанша ұпай алады екен Мүслима? Қаттырақ атамыз. Жарайсың. Мүслимада да бір ұпай бар екен, балдар. Қатты атсаң да көп асық аласыңдар, балдар. Қанекей, Самарқан сен қаттырақ. Самарқан сен оң қолыңмен атып көрші, оң қолыңмен қалай атасың? Аттамай, сұлақай ғой. Самарқанда бір асық дейге, балдар, жылжыды ғой. Бір ұпай берейік Самарқанға да. Қанекей, енді Аңсаған көрейік. Аңсаған ұшырған жоқ асығын. Енді қайттан, жарайды. Аңсаған тағы да бір ұпай алды, міне, балалар. Көрдіңдер ма? Қане, тезет батырып. Енді Аяру бастайды. Аяру екі ұпай, екі асықты қозғады, балдар. Көрдіңдер ма? Қазір ең соңында кім көп ұпай алды екен, санаймыз. Қанекей, Мүслима. Қаттырақ. Қайталап жіберейік. Ал, Мүслимада бір асық бар, бір ұпай болды. Мүслимада бір ұпай бар. Қанекей, Самарқан сен. Самарқанда ұпай жоқ. Аңсаған тездетеміз. Ой, жарайсың. Аңсаған деген неше ұпай? Екеу, мынаумен үшеу болды. Аңсағанда үш ұпай болды. Енді Аяруда бір ұпай. Жинап қоямыз. Мүслимада ше? Мүслима тездетек, сен қалып қойдың. Көп асық жинауың керек, Мүслима, сен қалып қойдың. Мүслима бір асықты қозғады, иә, балалар? Бір ұпайды берейік. Самарқанда ше? Қанекей. Самарқанда тағы да жоқ ұпай, балалар. Енді Аңсаған сен. Бетіп қойып алайық, жақында. Ой, Аңсаған жақсы ойнайды екен асық атуды. Аңсағанда тағы бір ұпай бар. Қанекей, Аяру, сенде неше ұпай болады екен? Аяруда бұл жолы ұпай жоқ. Қанекей, ата бұл.
Müslümada 1 ұпай бар балдар. Аңсыз Саматхан. Саматханға 1 ұпай берейік. Асығын қозғаған үшін 1 ұпай береміз. Қанеки аңсаған сенше? Тәтір саған асықтарды жинап алайық. Ал. Қаттырақ атамыз. Жарайсың. 1 ұпайы. Ал. Енді. Атау. Қанеки балар. Енді асықтарында санайық. Кім көп ұпай алды екен? Бірінші бізде бастаған ойынды Саматхан, е? Саматхан, сенде неше асық бар? 2. Олай болса, Саматханда 2 ұпай бар екен. Аңсаған, сенде неше асық бар? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дұрыс. 8 асығы бар. Аңсағанда 8 ұпай бар. Сенде ше? Аяру? Жарайды. Аяруда 4 ұпай бар екен. Мүслимада 1. Жарайсың. Мүслимада да 4 ұпай бар. Балалар, бізде ең жеңіске жеткен достық, е балалар? Біз дос болып асық ойнасақ, достық жеңеді екен балалар. Осымен біздің шыр ойынымыз аяқталды. Сендерге қызық болды ма? Олай болса, артынан тағы да ойнаймыз балалар.